Сәлем достар. Бүгін сіздермен Қалиахмет Назира. Сіздермен микроконтроллермен танысатын боламыз. Соның негізінде Arduino, оны қазір білесіздер өздеріңіз, робототехника дейтін пән бар. Сол мектептерде көптеген кружоктар бар. Соның микроконтроллермен жұмыс жасау, яғни кішкентай L құрылғы экранда көрсетілген. Көріп тұрғандарыңыздай мүмкіндігі өте көп, жоғары, кез келген умный дом, машина, барлығы адам өміріне жеңілдететін құрылғылардың барлығы осы шағын микроконтроллермен программалау арқылы жасауға болады. Егер сіздің қолыңызда бұндай набор болмаса, онда ештеңе етпейді. Бұл жерде біз өзіміз интернетпен жұмыс жасай береміз. Яғни сабақтың негізгі мақсаты қолыңыздан жаңағы робототехника заттары, электроника негіздерін түсінуге көмек береді. Мұның барлығы әрине біз онлайн платформа арқылы жасайтын боламыз. Платформамызды жаңа тексеріп алатын кем дегенде барлығымызда телефон бар, яғни мүмкіндігіміз бар телефон құрылғысына. Сол жерден Google аккаунт арқылы кіріп тіркеле аласыздар. Осы жерде TeamKeyCard деген платформа бар. Яғни осы сайтқа кіріп көрсеңіздер болады. Жалпы мектептерде білесіздер, 3D моделирование деген сабақ бар. Осы жерден өздеріңіздің жобаларыңызды, 3D модельдеріңізді жасауларыңыз өте оңай болады. Жалпы осы жерден көріп шықсаңыздар болады осы сайтқа кіріп. Мен негізгі мақсатым осы робототехникада осы сайттан жасайтын боламыз. Ішінде дайын жобалар өте көп. Автодиск, бағдарлама негізінде жасалған онлайн платформа десек те болады. Регистрация жасау өте оңай. Жасаймын десеңіздер, осы жерге система Google арқылы кірсеңіздер болады. Google аккаунтпен кез келген ноутбукта тез кіріп тіркеле аласыздар. Телефонмен жасауға да болады. Бірақ кішкене қату мүмкін, бірақ телефон арқылы қолданам десеңіздер де ешқандай шектеулік жоқ. Электроника сіздің үйренуіңіз үшін интернет және ноутбук немесе компьютер болса жеткілікті. Қалған мәліметтердің барлығын осы жерде беретін боламын. Жалпы регистрация қалай жасаймыз десеңіздер, осы Google аккаунт арқылы кіресіздер, почталарыңызды теріп, сол жерге код келсе, сол кодты теріп кіру өте оңай. Қазір кез келген аккаунтқа кіру кішкентай баладан үлкен кісіге дейін ешқандай қиындық туғызбайды. Сол үшін де біз бұл бөлімге қатты тоқталып жатқан жоқпыз. Жалпы осы жерден паузаға қойып бірден түсініп алайық, Arduino дегеніміз не? Жалпы интернеттен қарап көрсеңіздер, Arduino туралы орысша мәліметтер өте көп, ал қазақша мәліметтер өте аз. Яғни сондай материалдарды көбейту мақсатында сіз білуіңіз керек осы Arduino туралы, микроконтроллер жайында,